Сәлеметсіздерме? Бүгін орама нан пісіреміз. Жасалуы өте оп-оңай. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, пікір қалдырып кетіңіздер. Басқа да видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма жазылып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Орама нанымызды ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін суға бір ас қасық тұз салып, жақсылап, орташа етіп қамыр илеп алдым. Илеп алған қамырымды салафан пакетке салып, жарты сағатқа қалдырамын. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Салмасына мен асқабақты турап жатырмын. Асқабақты ең алдымен осылай ұзынша, кейін 4 бұрышты етіп турап аламыз. Турап алған асқабақтарымды бөлек бір ыдысқа салып аламын. Енді картопты тураймыз. Картопты да дәл солай 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Өте ірі етіп турамаңыздар, майдалап тураңыздар. Турап алған картопымызды саламыз. Енді пиязын тураймыз. Пиязынды дәл солай турап шығыңыздар. Негізі майдалап турасаңыздар, дәмдірек болады. Пиязымызды турап алдық. Турап алған пиязын саламыз. Енді қалауларыңыз бойынша аскөк салсаңыздар болады. Аскөкті де майдалап турап жатырмын. Ет тартқыштан өткізілген етімді саламын. Яғни фарш, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Дәміне қарай тұз саламын. Енді жақсылап араластырыңыздар. Менде фаршы майлы болғандықтан май құймадым. Еттеріңіз майсыздау болса, сұйық май құйып жіберуге болады. Әйтпесе құрғақ болып қалады. Жақсылап араластырыңыздар. Енді қамырын жаямыз. Қамырын екіге бөліп алдым. Осылай қолымызбен жайлап бірінші жұқартып аламыз. Сосын ұн сеуіп отырып, оқтаумен жұп-жұқа етіп жаямыз. Мінекей қамырымды жайып алдым. Жұп-жұқа етіп жайдым. Енді ортасынан бөлемін екіге. Ішіне салмасын саламыз. Салмасын өте толтырып салмаңыздар, әйтпесе жыртылып кетуі мүмкін. Осылай қасықпен бір тегіс етіп жайып шығыңыздар. Екі шетін жаптым, шашылып қалмау үшін, және майладым. Осылай майлаңыздар, жұп-жұмсақ, жып-жылтыр болып әдемі болып шығады. Мінекей майлап алдым. Енді табағына саламын. Табақты да жақсылап майлаңыздар, әйтпесе нандарыңыз жабысып алынбай қалады. Енді саламын орама нанымды. Барлығын осылай істеп аламыз. Суы қайнап тұрып, орама нандарымызды 40-45 минутқа астын өте қатты қойып пісіріп аламыз. Міне орамамыз пісіп шықты. Енді қазір кесіп алып дәмін көреміз. Мінекей қараңыздар, жұп-жұмсақ, еті жылтырап, әдемі болып шықты. түрінің өзі тәбетіңді ашады.
Өте дәмді көрінеді. Қазір дәмін татып көреміз. Өте дәмді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге рецептін қалдырдым. Тағы да басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.